Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай сыйлық қорапшасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен PicsArtқа кіреміз. Астында плюс батырмасы шығады. Плюс батырмасын басып, галереядан шаблонымызды енгізіп аламыз. Енді астындағы рисовать батырмасын басып, галереядан алдын ала сақтап алған фонымызды енгізіп аламыз. Фонымызды осылай бір шетке орналастырып, бір шетін созу арқылы шаблонымызды толық жауып тұратындай етіп, осылай орналастырамыз. Астындағы слой батырмасын басып, астына қарай өткіземіз осылай. Міне бізде шаблон дайын болды. Сақтап аламыз. Енді стикер бөліміне кіреміз. Жазу жазатын болғандықтан мен ақ фонды аламын. Белый фон десек, міне түрлі фондар шығады. Осының ішінен таңдап аламыз. Міне осы фонды аламын. Осылай жазу жазылатын жерге осылай орналастырамын. Жазуымыз, яғни анық көрініп тұру үшін. Енді осының үстіндегі батырманы басып, копиясын жасап, екінші шетіне де орналастырып аламын. Осындай туралап орналастырамыз. Енді тағы да копиясын жасап, үшінші бөлігіне орналастырамын. Үстіндегі бөлігін ашық қалдырамын, себебі ол жерге кейін фото орналастыратын боламын. Осылай сақтап аламыз. Стикер бөліміне тағы кіреміз. Бізге енді жиегіне қоюға гүлді рамка керек. Рамка цветочная деп жазатын болсақ, бізге міне түрлі гүлді рамкалерді шығарып береді. Осының ішінен таңдап аламыз. Мен енді стикерден шығып, недавныйға кірсем, мен алдын қолданған рамкалер осы жерде тұрады. Мінекей, соның ішінен біреуін таңдап аламын. Міне түрлі рамкалер. Осыны алдым, мен осылай қойып шығамын. Ақ рамканың ақ фонның үстіне қойып шығамын осылай. Копиясын жасап, екінші шетіне де қойып шығамын. Осылай туралап орналастырамыз. Енді қайтадан стикерге кіріп, астына үшіншісіне мен осындай рамканы алғым келіп тұр. Осылай қоямын. Туралап орналастырып, осылай сақтап аламыз. Енді текстқа кіріп, текст жазамыз. 8 наурыз деп жазамын астына. Осылай туралап орналастырамыз. Цветін таңдаймыз. Осы жерден цвет таңдаймыз. Не болмаса, пипетканың көмегімен осы жердегі фондағы цветті таңдасақ болады. Енді обводкасын шығарамыз. Осылай ақшылдау цветін алғым келіп тұр. Осылай. Не осындай болып шықты. Сақтаймыз енді. Енді келесі екінші жағына мен плюс фотоны таңдап, галереядан осындай шаблонды енгізіп аламын, календардың. Бізге барлығы керек емес, тек осы наурыз айыныкін ғана осындай қырқып аламын. Осылай туралап қырқып сақтаймыз. Енді үстіне текст жазамыз, наурыз деп жазамын. Осылай сақтап, енді осының ішінде текстураны таңдап, мен осы фонның цветін осылай аламын. Біздің жазуымыз осындай текстура болады. Обводкасын шығарамын осылай. Енді сақтап аламыз. Енді келесі бетіне тілек жазатын боламын. Ол үшін текст батырмасын басып, алдын ала мен сақтап қойған едім. Осылай теріп жазсаңыздар да болады. Мінекей осылай кішірейтіп енгізіп аламыз.
цветін таңдаймыз. Осылай көлемін үлкейтіп немесе кішірейтіп орналастырамыз. Енді осыны сақтап аламыз. Енді инструментіға кіреміз. Инструментіға кіріп, выбрать кнопкасын басамыз. Прямоугольникті басып, осылай бір шетінен ұстап тұру арқылы осылай форма шығарамыз. Туралап аламыз осылай. Басып тұрып, вырезатты басамыз. Осы қайшы тұрған. Бізде осы шеті былай алынып қалды. Енді PNG форматына айналды. Енді птичканы басып, сақтап аламыз. Кейін рисовать батырмасын басып, галереядан фотоны таңдап аламыз қоятын. Осылай таңдап аламыз. Астындағы слой батырмасын басып, астына қарай жібереміз фотоны. Осы 3 точканы басып, фотомыздың үстінен ұстап тұрып, үлкейтіп, немесе кішірейтіп, туралап қойып аламыз. Енді үстіндегі птичканы басып, сақтаймыз. Біздің қорапшамыздың астыңғы жағы бөлігі дайын болды. Енді қайтадан PicsArtқа кіреміз. Плюс батырмасын басып, галереядан шаблонымызды, яғни қорапшаны беткі бөлігін осылай орналастырып аламыз. Енді астындағы рисовать батырмасын басып, фонымызды енгіземіз. Осылай бір шетін ұстап тұрып, созамыз бір шетін. Толық жабатындай етіп, енді астына қарай өткіземіз. Біздің қорапшаның беткі бөлігі дайын болды. Осылай сақтап аламыз галереямызға.